Талдықорғанда жол көлік ережесін бұзғандарды түнгі уақытта ойын-сауық орталықтарында ересектер қарауынсыз жүргендерді анықтау мақсатында рейд ұйымдастырылды. Іс-шарада полиция мен прокуратура қызметкерлері бірлесе қаланың басты көшелерін аралап көрді. Жыл басынан бері облыс аумағында 290-ға жуық жол көлік оқиғасы тіркелген. Салдарынан 515 адам түрлі дене жарақатын алып, 24 адам көз жұмды. Мамандардың айтуынша, жол қозғалысы қағидаларын сақтамау оқыс оқиғаларға алып келеді. Мәселен, жолдың қарама-қарсы бөлігіне шығып кету, жаяу жүргіншілерді қағу деректері өте жиі кездеседі. Жол қозғалысы саласында 92 мың әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Кінәлі тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке әртүрлі түрлеріне тартылды. Жалпы сомасы 1,2 миллиард теңге көлеміндегі айыппұлдар тартылды. Сонымен қатар 2026 жылдың өткен кезеңінде ғана жол қозғалысы қағидасын бұзған үшін биыл алғаш рет жүргізуші куәлігін алған 264 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 15 мен 17 мамыр аралығында жүргізілген рейд барысында 274 құқық бұзушылық анықталды. Атап айтсақ, жол белгілері мен таңбаларды елемейтіндер, қауіпсіздік белдеуін тақпағандар, масаң күйде немесе техникалық талаптарға сай емес көлік құралын басқарғандар анықталды. Нәтижесінде 3 көлік арнайы тұраққа қойылды. Құқық қорғаушылар мұнан бөлек ойын-сауық орталықтарында да тексеріс жүргізді. Түнгі уақытта 4 кәмелетке толмаған жасөспірімнің заңды өкілінсіз жүрген анықталды. Алкогольді сату ережелерін бұзғандар мен қоғамдық орында масаң күйде болғандар да бар. Мақсат бұл Талдықорған қаламыздың тұрғындарын конституциялық құқықтарын қорғау, профилактикалық іс-шараларды жүзеге асыру, қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу. Қазіргі таңда жүргізілген рейдтік іс-шаралар бірнеше топқа бөліндік. Аталған топтар алкоголь өнімдерін түнгі уақытта сату, сонымен қатар кәмелетке жасқа толмағандарды түнгі уақытта жүруін анықтау, демалыс орындарында құқық бұзушылықтардың бұзылмауын алдын алу. Осылайша, сала мамандары қоғамдағы тәртіп пен тыныштықты күн-түн демей қадағалайды. Ал Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің талаптарына сәйкес, бапты бірнеше рет бұзғандар әкімшілік жазаға тартылады. Қайта құқық бұзғандарға 7 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл көзделген. Жұлдызай Маратқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы.